Сәлем, көп қаржыгерлер мен менеджерлерда бір үлкен проблема бар. Ол қаншалықты осы жұмысқа адам қажет, қанша адам біздің жұмысымызға, біздің отделға дәл қазіргі уақытта керек. Мысалы, жұмысшылар әрдайым жұмыс көп деп айтады, адам аз деп айтады, ал басшылық мысалы немесе менеджер сендер тым көпсіңдер, жұмыс аз, үлгересіңдер деп айтады. Менің кейсімде, мен қазір банкте жұмыс жасаймын, бізде бұрында төрт адам едік, қазір үш адам ғана қалды. Тіпті екі адам ғана қалып жүрген кездеріміз болды. Біз түскі асқа шықпаймыз, кешкі мысалы 8-ге дейін отырамыз. Эмоциямен бастыққа ешнәрсе дәлелдей алмайсың. Сондықтан бүгін мен сіздерге Excel'дегі capacity model арқылы цифрмен қалай бізге адам керек екенін дәлелдеуді үйретемін. Кеттік. Алдымен біз базалық сценарийді жасаймыз, біз ең бастысы кіріспе ақпаратты жинап алуымыз керек. Бір жұмыс күніндегі мысалы сағат саны, ол еңбек кодексі бойынша 8 сағат бізде. Бір жұмыс күніндегі минут саны, оны біз есептейміз қалай, 8 сағатта неше минут бар. Бір сағатта 60 минут бар деп есептейтін болсақ, біз жай ғана 60 көбейтілген B3 ячейкасын таңдай отырып, 480 минут бар екенін түсіндік, бір жұмыс күнінде әрбір жұмысшыда 480 минут бар болып шықты. Бір төлемге кететін уақыт бізде 6 минутты құрайды. Ол біздің жәнегі орташа мөлшеріміз. Мынау егер таблицаны қарайтын болсаңыздар, бұл жерде барлық сандардың барлығы орташа мөлшерде көрсетілетін болады. Штаттағы жұмысшы саны қазіргі уақытта бізде 3 адам жұмыс жасайды. Және бір күндегі төлем саны бізде 300 төлем бар деп есептейік. Яғни 3 адам бар, 300 төлем бар, 3 адамның әрқайсысында 8 сағаттан жұмысы бар, 480 минут бар, және де бір төлемге кететін уақыт ол бізде 6 минут. Енді осы кіріспе ақпараттан бізге осы жұмысшылардың загруженностін есептеуіміз керек, қаншалықты олар қазір шынымен қиналып жатыр. 3 адам шынымен де жете ма, немесе жетпей ма, 300 жәнегі тапсырманы немесе төлемді орындауға. Барлық төлемге керек уақытты бірінші кезекте табуымыз керек. Ол үшін біз 6 минут кетеді ғой бір төлемге. Бізде ол B5 ячейкасында көрсетілген. Соны біз B4 ячейкасына, бізге соны B8 ячейкасына көбейтуіміз керек. Яғни бір төлемге кететін уақыт 6 минут, ал 300 төлемге қанша минут кетеді? Оны есептейміз, 1800 минут кетеді екен. Өйткені өлшем бірлік бізде бұл жерде 1800 минутты таңдап отырмыз. Яғни 1800 минут барлық төлемге кетеді. Ал қол жетімді уақыт қанша бізде? Бізде 3 адам бар. 3 адамның әрқайсысы 8 сағаттан жұмыс істейді, яғни 480 минуттан жұмыс істейді. Біз 3 адамды көбейтеміз 480 минутқа. Сонда бізде 1440 минут қана бар екен. Қол жетімді уақыт бізде 1480 минут. Енді екеуін бөлу арқылы біз қаншалықты загруженность, процентте қаншалықты загруженность екенін табуымызға болады. Ол үшін біз B11-ді, яғни 1800 минутты бөлеміз B12-ке, яғни 1440 минутқа. Сөйтіп біз, мынаны біз қазір бүйтеміз, процент түрінде көрсетейік. Қазіргі загруженность, яғни 125%, яғни әрбір неден біз 25%-ға, әр адам 25%-ға переработка жасап жатыр деген сөз. Ол біз қалай есептедік, яғни бір жұмыс күнінде 8 сағат бар деп есептесек, біз азайтамыз, B13-тен азайтамыз 100%-ды, сөйтіп бізде 25% шығады. Енді сағаттағы переработканы есептейтін болсақ, сағаттағы переработка қандай бізде? Бізде ол B3-ті көбейтеміз жәнегі B14-ке. Сол арқылы біз сағаттағы переработканы есептейміз. Яғни бізде қалай болып тұр? Әр адам 25%-ға көбірек жұмыс жасайды. Яғни ол енді
8 сағаттың 25%-ын есептейтін болсақ, ол 2 сағат. Әр жұмысшы, штаттағы жұмысшы 2 сағатқа көп жұмыс істеп жатыр, переработка жасап жатыр деген сөз. Ол солай болды. Яғни енді біз не істейміз? Жетіспейтін уақыт қанша бізде? Бізде жетіспейтін уақытты табу үшін бізге 1800-ден азайтамыз. Жәнегі 1440-та, қолжетімді уақытымызда. Яғни бізде 360 минут жетіспейді екен. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз, егер 360 минут деп есептейтін болсақ, әр адамға 120 минуттан жетпей жатыр. Яғни сол 2 сағат бұл жерде де бізде шығады. Оны тағы есептеп қояйық бұл жерде. Бұл 20-ны біз бөлеміз. B7-ге бір күндегі төлем санына, және бір күн штаттағы жұмысшы санына, және оны бөлеміз 60 минутқа. Сөйтіп, бізде сағат саны шығады. Яғни 2 сағаттан не шығып жатыр. Енді осы кезекте бізге не көмектеседі? Бізге мысалы қазір келіп, біз менеджерға барып осын көрсететін болсақ, бізге айтады: хорошо, 2 сағат екенін түсіндік. Енді әртүрлі сценарийларды қалай қарастырсақ болады деп айтады, мысалы. Яғни не керек сендерге? Жұмысшы санын көбейту керек па? Мысалы, штаттағы жұмысшы санын 4-ке қосайық па, немесе бір күндегі төлем саны азаю керек па? Не болады деген сияқты сізден сұрау мүмкін. Осы кезде бізде data table деген құрал көмектеседі. Ол Excel-дің ішіндегі құрал. What if analysis арқылы жасалады оның барлығы. Оны біз қалай жасаймыз? Біз штаттағы жұмысшы сандарын қазір мына жерге белгілеп шығамыз. Штаттағы жұмысшы сандары. Мысалы, 2 болсын, 3 болсын, 4 болсын, 5, 6. Мысалы, осындай 5 түрлі сценарий бар деп есептейік. 2 адам штатта болады, немесе 3 адам, немесе 4 адам, немесе 5 адам, немесе 6 адам. Және де дәл осылайынан бір күндегі төлем саны қаншалықты біздің сценариімізға әсер ететінін көрейік. Мысалы, бізде жәнегідей 300 емес, мысалы 400 платеж болсын деп. Немесе мысалы 250-ден бастайық. 200 платеж болсын күніне, 250 болсын. Біздің 300-міз болсын, 350-міз болсын, және 400 платежымыз болсын, мысалы. Осындай әртүрлі бізде күндер болуы мүмкін, немесе жылдар болуы мүмкін, ол яғни средний значение. Бізде қазір 300 болып жатыр, мысалы 200 болып кетуі мүмкін, бір кезде түсіп кетуі мүмкін, немесе бізде штатта адам көбеюі мүмкін, немесе азаюы мүмкін деген сияқты. Осының барлығын қалай есептейміз? Оны есептеу үшін, мысалы, қиын, әрқайсысын есептеу керек. Яғни мына жерге әрқайсысын қойып шығып, қалай өзгеретінін қарастыру керек. Оны бізде Excel өте оңай, жәнегі өздерінің ішіне жасап қойған сол функцияны. Оны біз қалай жасаймыз? Біз жай ғана мына жерге белгілейміз біздегі қазіргі загруженностьтің мөлшерін белгілеп қоямыз. Ол бізде 25%-ды құрайды. Енді магия осы жерде міне басталады. Біз осы таблицаны жалпы выделять етеміз. И біз data деген неге кіреміз? Міне мысалы home, мына жерде міне home бар. Осы жерде біз именно data дегенге кіруіміз керек. И осы жерден what if analysis. То есть бұл жерде что если, то есть бір нәрсе болса не болады деген анализ. И осы жерде біз жәнегі data table дегенді басамыз. Row input cell дегеніміз, бұл row дегеніміз бізде строка. Ал column input cell деген, ол бізде столбец. Row дегенде бізде не жатыр қазір rowда? Row деген ол осындай строка. Строка деген горизонталды жатады. 200, 250, 300, 350, 400 деген бізде ол строка. Ал столбец деген ол вертикалды түрде жүреді. 2, 3, 4, 5, 6 деген бізде столбец болып есептеледі. И осы жерге бізге айтып тұр, қай таблицадағы жәнегі ячейкаларды
біз қолдауымыз керек деп. Қай жерден мен іздейін ақпаратты деп. Біз қазір енді raw input cellға қай жерде белгілейміз? Біз бір күндегі төлем саны бізде строкада тұрғандықтан, біз бір күндегі төлем санын белгілейміз. Біздің өзіміздің кіріспе ақпарат деген таблицамыздан. Column input cell дегенге біз штаттағы жұмысшы санын белгілейміз. Сөйтіп, окейді басу арқылы бізде осындай жаңағы сандар шыққанын көреміз. Енді бұл сандарды процентке біз алмастыруымыз керек, сонда барлығы бізде оңай болып көрінетін болады. Ол үшін біз жаңағы home қайтадан келеміз. Міне homeға мен қайтадан келдім. Горячий клавиш арқылы и осы жерде міне процентті міне белгілейміз. Процентті белгілесек, бізде не шықты? Бізде міне барлық әртүрлі сценарийлардың есебі шықты. Яғни штатта 2 адам болып, ал бір күндегі төлем саны 200 болатын болса, не болады, иә? Мысалы 25% болып тұр. Яғни 25%-ке бізде переработка болады деген сөз. 2 адам болып 250 платеж болатын болса, 156, яғни 56%-ға переработка жасайтын болады. Ал бізде 4 адам болып 300 платеж болатын болса, 94%, яғни 6% адам бос болып жатыр деген сөз. Осының барлығын біз көрдік. Енді бізге былай айтқанда бұны оп-оңай 1 секундтың ішінде Excel жасап берді. Яғни мына жерге біз өзіміздің қандай мөлшерді іздейтінімізді қойдық. Яғни 25% бұл бізде қазіргі загруженность, иә? Қазіргі загруженность қандай болып жатыр. И біз осы қазіргі загруженностьті есептейтінімізді Excel-ге жәнегідей айттық. И мына жерге қайтып оны есептейтінімізді көрсеттік. Яғни бір күндегі төлем саны мен штаттағы адамдардың сандарының әртүрлі сценарийларын қойып шықтық. Яғни 200 платеж болса, 250 платеж болса, 300 болса не болады? Ал штаттағы адамдар 2, 3, 4, 5 болып кетсе не болады деген сияқты заттарды қойып калькуляция жасауды сұрадық. И бізде осылайынан міне калькуляция жасап берді автоматты түрде. Енді біз бұны уже менеджерға көрсете аламыз. Бірақ мен тағы да жерде ұсынатыным бір белгілі бір бұдан жаңағы сортировка жасап беру керек. Яғни барлық қай кездерде, қай ситуацияларда, қай сценарийларда бізде переработка едәуір болып жатыр, немесе переработка емес, бізде керісінше уақыт көп қалып жатыр, немесе бізде жалпы барлығы норм дегенді көрсетуді қалай көрсетсек болады. Ол үшін біз осылай міне белгілеп аламыз. Тағы да жәнегі өзім шыққан именно сандарды, иә, бізде мынау барлығын Excel есептеп берді ғой. 125, 156 дегенде. Осының барлығын бізге выделять ету керек. Ол shift және батырмалардың көмегімен выделять етуге болады осылайынан. И home батырмасына барамыз. Home вкладкасына барып, conditional formatting дегенді басамыз. И осы жерде бізде highlight cells rule деген бар. Енді greater than деген, яғни бір белгілі бір мөлшерден көп болса, біз енді белгілі бір мөлшерден көп болсаны көрсетейік. Бұл жерде міне 146% көрсетіп тұр, 100% көрсетейік, яғни 100% бізде 100%-дан көп болатын болса, ол бізде означает, что бізде переработка басталып кетті. Инан қараңыздар қалай ал, иә? Әртүрлі сценарийларды көрсетіп берді, который бізге переработка создавать ететін. Ол 200 платеж болатын болса, 2 адам, 3 адамға, оказывается, 250 платеж болса, уже переработка басталады деген сияқты. Міне 300 адамға бізде 125%, иә, біз оны есептедік, және осылай таблицамен есептеген болатынбыз. Міне осылай көрсетіп бердік. Енді мысалы вообще, то есть жұмысшы тым көп, бірақ жұмыс аз сценарийларды көрсетейік. Тағы да міне осылай белгілеп аламыз. Conditional formattingға кіреміз. Енді біз бұл жерде less than дегенді қосамыз. Less than дегеніміз, яғни белгілі бір мөлшерден аз болатын болса. Енді бұл жерге біз мысалы 80% қосайық. Яғни 80%-дан төмен болатын болса, әрбір адамның загруженности, яғни 8 сағат күніне бар, бірақ ол тек 6 сағатында ғана жұмыс істейтін болса, немесе одан төмен істейтін болса, ол значит адам тым көп деген сөз отделда. И жұмысшыларды азайту керек, например. Немесе жұмысты көбейту керек. Біз оны міне conditional formattingға кірдік, less than дегенді бастық, и мына жерге міне 80% деп белгіледім. Бұған бірақ енді басқаша не қою керек?
басқаша цвет қою керек. Yellow fill with dark yellow text деген маған ұнайды. Яғни біз бұл жерде міне көрсетіп тұрмыз 80%-дан аз сценарийлар міне бізде белгіленіп тұр. Енді бізге нормальный сценарийді қояйық, иә? Который всем как бы win-win. И жұмыс та бар, и жұмысшылар да ол жұмысты істейтін жеткілікті мөлшерде бар. Соны қояйық, ол кезде біз уже greater than емес, less than емес, то есть бір мөлшерден үлкен немесе бір мөлшерден аз емес, between дегенді басамыз. Бұл жерде міне біз және 80 деп неге қойдық, иә? Адам көп болып кетеді, 80-ге дейін болатын болса, немесе 100-ден көп болатын болса, онда переработка көп кетеді, яғни жұмыс көп болып кетеді. Неден қарағанда, жұмысшылардан қарағанда. Бұған біз басқа цветті қоямыз, бұған бір жасылды қояйық, өйткені бұл нормальный ситуация. Бұл жерде енді 80 мен 100-дің ортасын қойдым, яғни, в принципе, нормальный ситуация, 80 мен 100-дің ортасында адам саны да жеткілікті, жұмысшы саны да жеткілікті. И біз көреміз міне, осылайнан бізде data table міне шығып тұр, яғни 200 адам болатын болса не болады, 250 адам болатын болса не болады. Яғни осындай біз процент түрінде переработканың мөлшерін көрсеттік, және де әрқайсысын мысалы бөліп қойдық, иә? Жәнегі мысалы переработка басталатын сценарийлар қызылмен бізде көрсетілген, керісінше жұмысшылар тым көп недоработка болып жатқан кездерін біз сары түспен көрсеттік, ал жасыл түспен біз нормальный ситуацияны көрсеттік. Бұл бізде міне data table деген осыдан шыққан. Тағы да міне айтатын болсам, яғни data table деген ол белгілі бір мөлшерді есептеу үшін, то есть әртүрлі сценарийда белгілі бір мөлшерді есептеу үшін қолданылады. Біз именно міне 125% дегеніміз ол қазіргі загруженностьтің мөлшері, ол міне B13 ячейкасында тұр бізде, яғни 1800 минут бізге керек, бірақ бізде қазір 1440 минут қана бар. Сол үшін де адамдар, жұмысшылар, иә, 3 адам болып 2 сағаттан сағат 6-тан кейін қалып жатыр, немесе обед ішпей жатыр, тағысын тағы деген сияқты 2 сағатты бір жерден шығарып жатыр. Ол бізде 125%, яғни 25%-ға көбірек жұмыс істеп жатыр әрбір жұмысшы деген сөз болатын. И біз соны әртүрлі сценарийда давайте есептеп көрейік дедік, яғни штаттағы жұмыс саны өзгеретін болса не болады? Немесе бір күндегі төлем саны өзгеретін болса не болады? Қалай болады? Бізде қазір мысалы 3 адам болып жатыр ғой. Бізде 250 платеж болса более-менее, 104% болады. Немесе 200 платеж болса вообще күшті болады, 83% қана болады екен. Яғни 3 адамға 300 деген ауыр тым, 350 деген одан да ауыр, 400 одан да ауыр. Бізге 200 платеж жетеді екен 3 адамға. Ал егер біз 300 платежды жасағымыз келетін болса, бізге 4 адам керек екен. Өйткені міне 94%-ды 4 адам 300 платежды емін-еркін жасай алатын болып тұр. Нормальный состояниеда. Ал уже 5 адам болатын болсақ, ол бізде уже недоработка болып жатыр, яғни бізде жұмысшылар слишком көп. Осы жалпы data table, келесі нелерде кездескенше, сабақтарда кездескенше, рахмет.